Иә, барлығы дұрыс. WBO Интер континенталь чемпиондыға тағын сарапқа салатын болады. Қазіргі таңда бұл спортшы әлемдік рейтингте алғашқы 5 спортшылардың қатарына кіреді. Хесус соңғы жекпе-жегін 2018 жылдың 23 шілдесінде өткізген болатын, яғни бір жыл үзілістен кейін үлкен рингке қайтып оралуда. Ал отандасымыз Қанат Ислам 2017 жылдың қыркүйегінде елордамызда соңғы жекпе-жегін өткізген болатын. Бұған дейін канадалық бұрын-соңды жеңіліп көрмеген Брэндон Куктен төрешілердің шешімімен басым түскен еді. Сол жекпе-жекте міне 2 жылдай уақыт болып қапты. Жаста келді әрине. Қанат Ислам үшін, орта салмақ үшін нағыз чемпиондық жекпе-жектерді айқасатын шақ, тәжірибеде жеткілікті, рекорд, рейтинг барлығы келіп тұр. Ал орта салмақ қазір өзінің нағыз даму үстінде деуге болатын шығар. Барлығымызға белгілі, бұл салмақтағы чемпион, бірнеше чемпиондық атақтың иегері. Дәлірек айтатын болсақ, IBF, WBA, WBC чемпиондық атағының иегері Сауль Альварес бар. Одан бөлек WBC тағы бір чемпионы Диметрис Андрейд бар. Одан бөлек Джермал Чарло есімді спортшы бар. Дәл осындай жігіттермен әрине Қанат Ислам айқасуға лайықты. Бірақ сәл танымалдылық жетпейтін сияқты бұл жігітке. Ал енді отандасымыздың рингке көтерілуін күтетін боламыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі! Қайдасыздар Қанеке? Қанеке батырымызды барынша қошеметтеп ортаға шығарыңыз. Қанеке қазаға! Қанеке! Шау! Haydi! Шау! Бар айбанды, бар қайратты, көзі от толымыз. Ағзаның көзі сүйіктен, болсын биікте, біздің көк туымыз. Жүрегі елге жақын жан, талай батырдан қайтпай оза білдің. Алда жүрдің, ұлы болып, сен қазағымның. Мінекей құрметті көрермен, Қанат Қазақ Ислам сіздердің назарларыңызда. Қанат Қазақ
ислам деген осы үш сөздің өзі біздің рухты, жігерді, намысты айқындап беріп тұрған секілді, құрметті көрермен. Сіздер көп күткен Былғары қолғаптың шебері міне дәл қазір алдарыңызда. Жаттығуда Америка құрама штаттарында аяғынан алған жарақатының кесірінен Қанат Ислам біраз үзіліс алды. Дегенмен шаршалонға қайта оралды. Енді екі мемлекеттің әнұранын тыңдап алайық. Содан соң әңгімемізді қайта жалғастырамыз. Харамдар мен мырзалар, Қазақстан Республикасының әнұраны. Ел спортшыларын сіздерді қуаттандырған қазақ елінің әнұраны шырқалды. Сонымен бұл 10 раундтан тұратын жекпе-жек. Қасым Жомарт Тоқаевқа алғысымызды білдіреміз. Қанат Исламнан 2 жасқа үлкен Хулио де Хезус, Доминикан Республикасының спортшысы. Бұған дейінгі 28 жекпе-жегінің барлығында Доминикан Республикасында өткізген. Компаниясы ұсынатын кештің басты жекпе-жегі
Ең алғаш рет осы шет елде өзінің кездесуін өткізейін деп тұр. Хезус 10 раундық жекпе-жекті ұсынады. Орта салмақ, бұған дейін бірінші орта салмақта жүрген Қанат Ислам осылайша орта салмаққа ауысты. Бұл жекпе-жек халықаралық бокс ұйымының президентімен және Қазақстанның кәсіби бокс федерациясымен WBO тұжырымы бойынша осы бір белбеу сарапқа салынады. Бүгін Қазақ Промоушенс промотерлік компаниясы Қазақ Промоушенс Қазақстандағы кәсіби боксының жаңа тынысы WBO тұжырымының бақылаушы қызметкері Сергей Хурсанов, Россия. Сонымен құрметті көрермен, Қазақ Промоушен компаниясы еліміздегі тұңғыш промоутерлік компаниялардың бірі. Қазір басқа да промоушен компаниялар елімізде ақырын қанат жайып келе жатыр. Дегенмен осы қазақтың атын әлемге әйгілейін деген ниетпен Қанат Исламның өзі бастамашы болып, осы бір Ресей Федерациясы промоушен компанияны құрған Юрий Копцев қазір сіздердің назарларыңызда болды. Бүгінгі бокс кешінің ең басты кездесуінің ортадағы төрешісі, рефери. Одан бөлек 3 бірдей төреші бар екен білесіздер. Сондықтан қандай да бір соққы болатын болса, қиыз кеткенін де, түзу тигенін де баршасын ескеріп отырады. Сонымен екі боксшыны таныстырады. Ендеше мұқият тыңдап алайық. Ресми салмағы 71-7. Кәсіпқой бокстағы рекорды 28 жекпе-жек, 27 жеңіс, 24 нокаутпен бір рет жеңіліс көрген доминикандық боксшы Хулио де Хесус. Қымбатты ағайын, назарларыңызда қызыл бұрыштағы боксшы, оның бапкері Багаудин Беков. Ресми салмағы 72-2. Кәсіби бокста 25 жекпе-жек өткізіп, 25-інде 20 нокаутпен жеңіске жеткен, жеңіліс көрмеген Олимпиада ойындарының жүлдегері, WBA интерконтиненталь және WBO набы тұжырымы бойынша супер велтервейт салмағында әлем чемпионы Алматы, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Қанат Қазақ Ислам! Қолдау, қошемет! Сонымен екі боксшы да таныстырылды. Қанат Қазақ Ислам, қазақ деп өзінің лақап атын таңдап алуының өзінде де бір мән бар. Қанаттың кезінде Алтайдың аржағынан келген боксшы екен өздеріңіз жақсы білесіздер. Осындай тұста айта кетейік, осы Қанат Исламның алғашқы жеңістерін сүйіншілеген, осы қазақстандық жанкүйерлерге көрсеткен, осы Қазспорт телеарнасының қазіргі редакторы Телмұхамед Күдеріп болатын. Оны да осындай тұста бір айтып өткеніміз жөн шығар. Ендеше бокс басталды. Қанат Исламның соңғы жекпе-жектері Қазақстанда өткен жақсы білесіздер. Алматыда бір кездесу өткізді. Алматыда екінші жекпе-жегін ұйымдастырып отыр. Астанада да екі рет төбелесті. Баршасында да Алла абырой беріп жеңіске жетіп отыр. Міне тамаша алғашқы соққы және бұл жеңіс. Қанат Ислам осылайша жеңіске жетіп жатыр. Исатай не болып кетті, түсіндірші. Мен тіпті түсінбей де қалдым. Енді міне бокс көреміз деп дайындалған тұста бір ғана соққы. Қанат Исламның өзі бұндай жағдайды күтпеген болар, бірақ бір ғана оверхенд, міне егескілейміз. Бір ғана соққы. Қанаттың қырағы көзін көреміз бе деп едік. Қанаттың жойқын соққыларын көреміз бе деп едік. Міне бір ғана соққы. Алғашқы соққы, болт, нокаут, бітті. Шіркін-ай. Бір жағынан өкінішті әрине. Біраз бұл жігіттің өнерін көрер ме едік. Өзіне де жақсы болар еді. 2 жылдай рингке шықпаған, біраз кішкене терлеп, қан жүгіртіп дегендей.
Бірақ нәтиженің аты нәтиже. Жаңағы күй қатты әсер еткен секілді қанатқа. Иә. Жарайсыңнан өзге айтар жоқ, бірақ енді Хезустың денсаулығы қалай болады екен. Шетелге дәл осылай алғашқы дебюті осындай болады деп ойламаған шығар бұл Хезус. Иә. Не болды, түсінбей жатыр, ешкім 5 түсінбей жатыр. секундқа созылды ма өзі жекпе-жек қазір? Жекпе-жек болды ма дейтін сұрақ қою керек секілді бұл жерде. Уақытын қойшы оның. Менің есімде ең тез нокауттардың бірі бұл. Шынымды айтсам, бокста бұндай тез нокауттар жиі бола бермейді. Шатаспасам, Тайсондағы ең тез нокаут 13 секунд, Алиде 16 секунд. Сол маңайда болу керек. Алиде 16 секунд. Ең атақты спортшылар. Ал қанаттық енді әлемде рекорд болу керек. Себебі алғашқы соққы болды. Мұндай жағдайды біз ММА-де көреміз, UFC-де көреміз. Аралас жекпе-жекте көп болады. Бірақ бокста, оның үстінде кәсіпқой бокста дәл осындай жылдам аяқталған боксты құрметті көрермен, сізбен енді ғана көріп отырмыз. Қазір міне, дәл сол оверхендті. Жоқ, оверхенд емес бұл жерде. Жоғардан құлаштап әкеп соққы тастаған. Бітті сол бір соққы. Қараңыздар. Қанаттың маңдайынан шып-шып терде шыққан жоқ. Соңғы соққылар тіпті артықта болған сияқты бұл жерде. Енді түсінген жоқ қой, енді қанаттың өзі де түсінген жоқ бұл жерде не болып кеткен. Таныстырумен әнұранға әлдеқайда көп уақыт кетті ғой жекпе-жектен бұрын. Қанаттың шығуы ұзақ болды боксына қарағанда. 14-ші секундте жеңіске жеткен Қанат! 14 секунд. Мен әлдеқайда тез деп ойлағам ба? 14 секундтың өзі қайда жатыр, 14 секунд бұл әлемдік рекорд болуға тиісті. Қанат Ислам, енді тыңдайықшы, Қанаттың сөзін тыңдайықшы, не болады екен, не айтады екен? Және де WBO кешіңіздер Интерконтиненталь, яғни құрлықаралық. Құрлықтық чемпиондық атақты алды. Енді бұдан кейін келесі қадам тек қана толыққанды әлем чемпионы. Көзімізді жұмып ашқанша, шынымен де осындай нәтижеге жеткен біздің қанатымызды құттықтаймыз. Және бір-екі сөзіңізді айтсаңыз, Қанат мырза. Алхамдулилля. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Бұл жеңісімді менің қаруырмандай халқым өздерің арнаймын. Сендер базда біз бармыз. Тәуелсіздік бар. Осының барлығы тәуелсіздіктің арқасы. Осы жолғы жарысқа үлкен демеушілік көрсетіп отырған біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаға алғысымыз шексіз. Сол кісінің командасының арқасында осындай үлкен жекпе-жектерді ұйымдастырып отырмыз. Бұл елдің жақсысына да, жаманына да, ыстық суығына күйіп, барлық жұмысын істейтін осы біз қазақтармыз. Осы жердің иесі, киесі біздерміз. Осы жерде Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаның командасы Берік Уәли ағамыз отыр. Берік Уәли аға, ортаға келіңіз, міне, үлкен азаматтық көрсетіп, Берік Уәли ағам бүкіл жұмысқа атсалысты. Рахмет ағам. Және де біздің Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек ағамыз және жаңа әкіміміз Бақытжан Сағынтаев ағамыз келіп жатыр. Қадамына нұр жаусын дейміз. Біздің мақсатымыз Қазақ промоушнның Дархан бауырым. Бергеніз Дархан мырза, Қазақ промоушнның директоры. Барлық мақсатымыз бүкіл әлемде қазақтарды елге тарту және қазақ жастарына жол ашу. Және біздің Алматыны бүкіл әлемге, бүкіл әлемнің туристері келетін бүкіл керемет қала қылуға тырысу. Сол үшін барлықтарыңызға рахмет. Елім, жерім дейтін ерлер көп болсын. Рахмет. Бәрекелді ағайын, сөз кезегі. Дорогие друзья, слово предоставляется Берік Уәли мырза, пресс-секретарь президента Республики Казахстан.
Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қанат Ислам бастаған бауырларымыздың жеңісі құтты болсын. Мен арнайы елордамыздан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемел Тоқаевтың ыстық сәлемін алып келіп отырмын. Осы жарыстың өтуіне тікелей қолдау білдіріп, демеу көрсетіп, осындай әдемі кеш сыйлаған президентімізге мың алғыс. Қанат бауырымыз 14 секундқа жеткізбей, өзінің басты қарсыласын шаршалаңда сұлатып салды. Өздеріңіз куә болдыңыздар. Бұл Қанаттың ғана жеңісі емес, бұл бүкіл қазақ халқының жеңісі. 1,5 жылғы үзілістен кейін, жарақаттан кейін шаршалаңға қайта оралып, осындай жеңіс сыйлаған Қанат бауырымызға мыңда бір алғыс айтқымыз келеді. Қазақ кәсіпқой боксы өрлей берсін, дами берсін, қазақ елі жасай берсін, мәңгілік болсын. Қанат бауырым жеңіс құтты болсын. Бәрекелді ағайын, Берік мырза, көп рахмет сізге. Осымен қымбатты ағайын, бүгінгі бокс кешіне аяқталды, өз мәресіне жетіп, баршаларыңызды Қазақстан... Сонымен құрметті көрермен, қадірлі Қазақстан ұлттық телеарнасының көрермендері, бокс көрдік деп айту артық шығар. Дегенмен біз жеңіс көрдік. Бұл қазақтың жеңісі, бұл Қанат Исламның жеңісі. Осылайша 26-шы жекпе-жегінде 21-ші нокаут тіркелді. Біраз оның техникалық нокаут болған, әрине бұған дейін төрешілердің, дәрігердің шешімімен деген секілді. Ал Қанат бүгін бір ғана соққы, сол жаңа ғана өзіміз сөз арасында айтқанбыз, ұлттың бар рухын бойына жинап сіңіріп, жүрегіне құйып шығып тұр деп, міне сол рухты бір ғана соққымен көрсеткен секілді. Қанат Исламды, құрметті қазақ елі, өздеріңізді кезекті жеңіспен шын жүректен құттықтаймыз. Қазір енді қайталау сәтін көреміз. Ең қызықты сәттерді, әрине, бірақ бір ғана қызық сәт болды. Сол 14 секундтың ішінде бір ғана соққы бүгінгі жекпе-жектің тағдырын шешті, құрметті көрермен. Қазір қайталап көрсету керек бізге. Дәл сол 14 секундты. Менің есімде жалпы біраздан бері осындай бір тез жекпе-жекті көрмеп едім. Аралас жекпе-жекті әрине жиі көріп тұрамыз. 2015 жылдың соңында, қателеспесем, тіпті Конор Макгрегордың 13 секундта ғана чемпион болған есімізде. Ал бүгін қалай болғанмен де Қанат Исламды